Сәлем, менің каналымның нағыз тұрақты көрермендері. Каналыма жазылғаныңызға рахмет. Каналдан алыстамаңыздар, алда тек сіздер үшін де видео түсіріп тұратын боламын. Каналымды қолдап, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Бұл видеода сарымсақ суының пайдасы мен қандай әсер беретінін, не үшін, кім үшін керек екенін, және бұл сарымсақ шайы мен сарымсақ суын қалай дайындау керектігін білетін боласыздар. Бірақ бұл сарымсақ суы мен шайы кімге керек? Бірінші, инсулинмен проблемаңыз болса, диабет болса, салмақ түсіру қиын болса, онда сарымсақ суын ішуіңізге болады. Неге? Себебі бұл инсулинді теңестіреді. Егер инсулин баланста болса, салмақ тастау оңай болады. Екіншіден, жүректе проблема болса, қаныңыз қою болса, немесе холестерин жоғары болса, сарымсақ суы өте жақсы көмектеседі. Үшіншіден, буындарыңыз ауырса, буындарыңыз ісінетін болса, аурудың әсерін азайтады. Төртінші, бүйрекке өте жақсы көмек береді. Яғни, вирус, инфекция болса, жиі цистит болатын болсаңыз, сарымсақ вирусқа қарсы күшті әсер етеді. Бесінші, сарымсақ суын неге ішеміз? Сіз спортпен айналысқанда тез шаршайтын болсаңыз, кем дегенде сарымсақ суын бір ай қолданып көріңіз де, салыстырыңыз, сіз бұрынғыдай тез шаршамайтын боласыз. Ал енді бұл сарымсақ суын қалай дайындаймыз? 1-2 тіс сарымсақты алып, майдалап езіп, турап, 10-15 минут сол жерде қалдырамыз. Не үшін? Себебі сарымсақ ауамен контактта болғанда, оның құрамы тағы да біздің ағзамызға пайдалы әрі жеңіл сіңетін құрамға өзгереді. Сондықтан 10-15 минутқа қалдырыңыз. Кейін 1 стақан жылы суға сарымсақты салып араластырасыз. Болды, сарымсақ суы дайын. Егер асқазанда проблемаңыз болмаса, таңертең аш қарынға ішіңіз. Ал егер асқазаныңыз ауыратын болса, тамақтан соң 30 минуттан кейін ішесіз. Ал ешқандай дискомфорт тудырмасын десеңіз, таңертең тамақтан соң 30 минуттан кейін бір ғана сарымсақтан дайындап ішіңіз, және сарымсақ шайын да күніне 1 рет қана ішесіз. Бірақ әрине, таңертең аш қарынға ішсеңіз, әсері өте жақсы болмақ. Ал сарымсақ шайын дайындау үшін 1 сарымсақ тісін алып, майдалап турап, 10-15 минут ауада қалдырып, 1,5 стақан суға салыңыз да 1 минут қайнатыңыз. Және кішкене суыған соң, дәміне қарай лимон мен бал салып, араластырып ішіңіз. Дәмді әрі пайдалы сарымсақ шайы дайын. Сіздерге бұл ақпараттар пайдалы болды деген сенімдемін. Тек подписчиктерге ғана арналған видео идеям сіздерге ұнады ма? Лайк басып, комментарийге ойларыңызды жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.